Assalamu алейкум. Жираф пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ұнымыздың үстіне жылы сармайымызды салып, араластырып, үстіне қопсытқыш, секер, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды илеп, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбе, секер, жұмыртқа, картофельный крахмал және қаймақты салып, блендермен езіп дайындап аламыз. Енді қамырымызды алып тоңазытқыштан 3 бөлікке бөлеміз. Ең бірінші бөлігін астыңғы бөлігіне орналастырып, содан кейін екінші бөлігін жандарына орналастырып, сосын кішкентай бөлігін алып қаламыз да салмасын салып, бетіне кішкентай бөлігін осылай қиғаштап кесеміз де бетіне қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын. Пирогымызды әбден суытып барып кесеміз.